Сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Абайдың 29-шы қара сөзі. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар, және іске татмақ түгілі не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарайтұғыны да жоқ. Әуелі жарлы болсаң арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететін іс емес. Тыныш жатып көзін сатып, біреуден тіленбей жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атын шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып мінбей түспей арып, шөмеңдеп диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе, періште жолын таят дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтынды не қылсың? Өзінің көрсе зар сұмдығын қостағалы айтқаны. Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын ан тұрғанның тәтті делік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың іс емес пе? Шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы малға сатқан соң, Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместік бенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.